Баршаңызға сәлем. Керек дерек арнасында менің асханам айдары. Бүгін біз дайын піскен еттен дайын қамыр арқылы самса жасайтын боламыз. Керекті бізге шағын тұз, көз мөлшерімен бұрыш және жуаны турап, піскен етпен араластырып, бөліктерге бөлеміз. Бұл мендегі видеодағы дайын көшенің қамыры, слоеный тесто дейді, иә. Осындай қылып 3 бу хат сияқты орайсыздар, буасыздар, не болмаса басқаша түрінде жасауға болады. Бұл мендегі самсаның қамыры, дрождалған қамыр. Осы ет, егер сіздер ет асқан кезіңізде бешбармақтан, асқан еттен, әр жерде әртүрлі айтады. Сонда көп ет қалса, тойдан, сарқыттан ет алып келсеңіз, міне осылай дайындасаңыздар болады. Бұл менің ұлым Омар бағасын беруде өте дәмді екенін айтты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Келесі керек дерек арнасындағы менің асханам айдарында кездескенше сау болыңыздар.